Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бүгін банановый торт дайындайтын боламыз. Тортымыз өте жұмсақ болып, дәмі керемет болып шығады. Бізбен бірге дайындап көріңіздер. Ол үшін бананымызды жақсылап осылай шанышқымен езіп алатын боламыз. Осылай араластырып, үстіне бір жұмыртқамызды жарып, араластырып аламыз. Ертілген сармайымызды құйып, онда жақсылап араластырамыз. Аздап қантымызды салып, араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды саламыз осылай. Бір ас қасық ас содасын салып, какао ұнтағында салып, електен өткізіп салатын боламыз. Мінекей осылай араластырып, енді пергамент қағазына құйып, дөңгелете жағып шығатын боламыз. Духовкаға 180 градуста 5-7 минут аралығында пісіріп аламыз. Енді кремін дайындау үшін сливкемізді құйып, қант ұнтағын салып, жақсылап миксерлейміз. Шоколадный сармайымызды салып, онда жақсылап миксерлеп араластырамыз. Вареный сгущенкамызды салып, онда араластырамыз. Осылай кремімізді дайындап қоямыз. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Тортымыздың осылай жинап, үстіне қалт сода жинадым, бір тегіс болып шығу үшін. Осылай жағып, үстіне салып, корждарымызды кремдерін жағып, біркелкі жағып шығатын боламыз. Енді қалт сосын шешіп, жан-жағына жағып, кремін тегістейтін боламыз. Ганашын дайындау үшін сармайымызға шоколадымызды салып, жақсылап араластырып, үстіне орегімізді салып, дәнімізді оны араластырып, осылай үстіне құятын боламыз тортымыздың. Мен холодильникте тортты 1 сағат, 1,5 сағатқа қойып алдым. Қатқаннан кейін осылай үстіне құйып шықтым кремін, ганашын. Осылай жағып шығамыз. Әркім өз қалауымен әсемдеп, тортты әдемілесе болады. Мен осылай әсемдеп шықтым. Өте оңай дайындалады. Сіздер де жасап көріңіздер, үй-іштеріңізді қуантсаңыздар болады. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей тортымыз осылай болып шығады. Өте дәмі керемет, жұмсақ болады.